Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Олмекен. Бүгін осындай булочки, рогаликтер дайындаймын. Мамықтай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Әрі жасалу жолы оңай, құрамы өте қарапайым, қолжетімді азық-түліктерден жасалынады. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су құямыз, жылы сүт, содан соң жарты ас қасық қант, құрғақ ашытқыны саламыз, және 3 ас қасық ұн саламыз. Яғни біз апара дайындап аламыз алдын ала. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң міне осылай ашытқыларымыз көтеріліп әдемі бола бастады. Енді біз қалған қантты саламыз, бір жұмыртқаны және бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ сармайды саламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнды аз мөлшерден сала отырып араластырамыз. Ұнды мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Осылай қоюланғанша басында қасықпен араластырамыз. Содан соң қолымызбен жақсылап илейміз. Қамырымыз барлығы бірігіп жақсы илене бастаған соң көп ұн қосудың қажеті жоқ. Менде мұнда 500 грамм ұн, бірақ оның барлығын қоспадым. 450-480 грамм ұн кетеді. Осылай міне қолға кішкене жабысып тұр, ұн қосудың қажеті жоқ. Бір ас қасықтай сұйық май қосып, жақсылап илеп, 40 минут 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне менде 1 сағат уақыт өтті. Осылай өте жақсы болып көтерілген. Енді қолымызға кішкене сұйық май құйып, жағып аламыз. Содан соң ыдыстан қамырымызды алып, үстелдің үстіне илейміз. Енді 9 бөлікке бөліп аламын. Әр бөлігін 90 граммнан бөлемін. Егер сізде таразы болмаса, көз мөлшермен бөлсеңіз болады. Барлығын бөліп, илеп дөңгелек форма жасаймын. Содан соң міндетті түрде беті кеуіп кетпеу үшін бетін сүлгімен жауып қоямын. Ең бірінші жасаған дөңгелек күлшемізді алып, аз ғана ұн салып жаямын. Қатты жұқа да емес, қалың да емес, видеодағыдай жайып аламын сопақша етіп. Мен салмасына, яғни начинкасына вареная сгущенканы пайдаландым. Сіз кез келген өзіңіз ұнататын салмасын қоссаңыз болады. Сүзбемен, шоколадпен жасауға болады. Енді 1 шай қасық қоңыр сгущенкамызды салып, осылай қайырып шығамыз, жақсылап басамыз. Яғни біздің пісу барысында ішіндегі салмамыз ағып кетпеуі керек. Тағы бір рет орап, содан соң қалған қамырымызды оқтаумен біркелкетіп жайып аламыз. Жолақша етіп кесіп шығамыз. Содан соң ораймыз. Яғни қатты тығыз ғып ораудың қажеті жоқ. Осылай формасын келтіріп ораймыз. Міне осымен біздің рогаликтеріміз дайын, өте оңай жасалынады. Мен барлық құрамын, мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл өте сәтті рецепт. Противенге пергамент қағазын төсеп қойып алдым. Менде противен кішкентай болғандықтан мен 6 данасын пісірдім. Егер де сізде үлкен болса, бірден барлығын 9 данасын пісіруге болады. Енді бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Менде 25 минут пісті. Беті жылтырап әдемі болу үшін мен қант пен ыстық суды осылай сироп жасап, бетіне жағып шықтым. Осымен біздің өте дәмді, мамықтай жұмсақ рогаликтеріміз дайын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Қазақша каналды қолдап,
лайк басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ төменге өз пікіріңізді қалдырып, немесе қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса қойсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болған Ұлмекен. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.